Ал енді қымбатты бауырларым, қымбатты менің ағам сияқты болған Мақтай Айдашев, Омке, сіздерге рахмет. Біріншіден енді айналайында мен кешті ешқашанда ойымда болғанда жоқ, осылай шақырып 35-40 жылдан кейін осындай бас қосамыз деген. Мен де сіздер сияқты жас директор болып келген 29 жасымда сол Қазақстан совхозына Балшықты сіздермен бірге, сіздердің алтындағы біраз азаматтармен бірге сол Балшықты жоқшылықтың бәрін басымнан кешкен, су жоқ, тепло жоқ, жарық жоқ. Міне сондай бір қиыншылық жағдайда басымыздан өткізіп, сол қиыншылықтардың ортасында отырған біраз адамдар отыр. Мақтай Айдашев бастаған Омкен, менің кешегі сүйікті, жақсы досым Нәжкен марқұм, Тамара Назаровна присутствует. Мен осы сияқты азаматтар арасында да сол өмірдің бәрін басымыздан кешіріп, мен бүгін бір керемет жақсы думан кеш, жақсы кездесу өткізіп отырмыз. Айналайын осы тосты, осы жиында ұйымдастырған сіздерге көп рахмет, екеуіңізге, үшеуіңізге. Сіздерге персонально айттым ғой, шайда көп рахмет, айналайындар. Бастарыңыздан тақ осындай жақсы дүниелер сіздің сол ұрпақтарыңызға жолдасын, солар тілеймін, рахмет көп. Мынау осы ортамызда арасында да Болат бауырымыз жүр. Болатпен мен жиі кездесем, өйткені Болат та мен барған жерде бұл да болады. Сондықтан мен сіздерді сырттай амандық саулықтарыңыздың бәрін біліп жүретін. Айналайын Болат, өзіңе де рахмет. Мүмкін сенің де осы себебің бар шығар, бүгін осындай жиынды басымызды бәріміз қосып жақсы демалысты өткізіп отырғаны, мұнда бір рахмет, айналайын. Сондықтан айналайындар, барлықтарыңызға да көп рахмет. Бүгін бір жақсы үлкен демалыс болды, тамаша, өте демалыс, бір үлкен, міне 3-4 сағат отырмыз, бір 30 минутте қандай уақыт болды мені. Соған өйткені жақсы көңілдеміз, жақсы ниеттеміз. Ағайып туысқан сияқты болып отырмыз бәріміз. Сондықтан барлықтарыңызға үлкен денсаулық тілеймін. Аман болыңыздар, жақсылық өмір бастарыңыздан кетпесін. Тауға міне 88-де біздің Омкен отыр, 80-ден астам Нақаң отыр, Мақтай Айдашев, бәйбішесі отыр қасында, тамаша. Басқа менің замандастарым отыр. Безусловно, сіздер отсыздар, менің бауырларым, қарындастарым. Амандық тілеймін барлықтарыңыз. Үлкен денсаулық тілеймін. Тек қана жақсылықпен осылай кездесуге көп рахмет, айналайын. Рахмет аға. Әрине жаңа Амантай Рахимович көп жақсы бүгінгі кеш туралы айтты. Мен енді көп қосарым жоқ. Әрине тойдың болғанынан болатысы деген қызық қой. Мен естігенде өте өзім бір түрлі қобалжып, қалай дайындалсақ екен, не істесек екен деп ақылдасайын дедім де, сосын қыздар ойламе сөйлескенде айтты. Енді бірімізді біріміз сөге жамандайтын емес қой. Әркім өзі ой, мен келер, өзінің бір айтатын сөз, мен келер, бір тілегі, мен келер. Осы тіршілікте басымызды қосқанға қуанышты болар деп сондай ойлағаннан кейін мен іштеме былай ойластырған жоқпын. Дегенмен де іздедім Қазақстанның 20 жылдығын. Біз 93 жылы, осыдан 26 жыл өте шығыпты. Сол пленканы іздеп неге бардым? Телестудия Қазақстан хабар каналына. Оның директоры таныс жігіт еді. Бүгін барлығын тік аяқтарына тік тұрғызып іздеп таба алмады. Содан Қарағандының облыстық архивіне шейін бардым. Сонынан өтініш жазып, іздеп сол киноны бүгін көрсетсек, сол кездегі осыдан 26 жыл кейінгі бұрынғы затты бәрін қайттан бір көрейікші деп
сондай ойда болып едім. Архивтен де табылмады, но бірақ та іздеп жатыр. Табылса, тағы да бір басымыз қосылса, амандық болса, сол киноны көрсек. Дейтін зат, барлығымыз бір кезде бір үйдің балаларындай болушы еді. Жаңа Слушаш айтып отыр ғой, Қазақстан дегенде мынау көп жағынан елдің барлығы түңілетін түгін біздің совхоз келе жатыр дегенде. Өйткені концерттен анау екінші, үшінші орынды Родниковский ала ма, басқа ала ма, соған таласатын. Бірінші орынды міне конкурста сразу Қазақстан совхозы дейтін оны. Спортта да солай. Спартакиадаға барлығымыз бір кісідей киініп, әдемі барып, спорттан жаңағы орындарды анаған біреу, мынаған біреу жүгіруден, анадан, секіруден деп 4-5 призді береді. Қалған бүкіл 2-4 призді, мұнаның қалғанның барлығы Қазақстандікі оптам ала берсін деп. Сондай барлығы таңғалатын түгін ұйымшылдығымызға, осындай особенно мынау культура жағында, жаңа Слушаш айтып отыр ғой, 4 дауыспен айтқанда біздің қыздар өзім таңғалатын түгін сондай. Қандай табиғаттың берген нелері, таланттар болды дегендей, осы бүгін алдымыздағы менің өзім 30 жыл өмірімді бұлайынан киноға түсіріп, бұлайынан айналдырып өткендей болып отырмын. Соған барлықтарыңызға рахмет. Аман болайық барлығымыз. Осындай сыйласымдығымыз, бірімізге біріміз, ниетіміз, тілегіміз барлығы жараса берсін әрқашан. Дұрыс, қадірменді қонақтар, мынау жаңа айтып отыр ғой, бір үлкен бір тарихи бір оқиға болып, сол енді соның куәсі болдық. Соған мен әрқашан да қуаныштымын. Бағана айттық қой тілек. Сол елге келдік, солдың жерінде жүрдік, сонымен дәрімен өсірдік. Бала шағамыз енді осында мінекей өздеріңізге қазір қызмет жасап отыр. Жаңа айттыңыздар, бірінші басшы Амантай Рахимович болса, екінші басшы Кауынбеков болды деп. Сол сияқты мінекей әрқашан да осындай арқалы азаматтар осы біздің ортамызда жүре берсін. Біз соған қуаныштымыз. Бәріңіздің отбасыларыңызға, бастарыңызға амандық, деніңізге саулық. Әжім ертегі болған соң үйдің тентегі, уайым болатын әрқашан немересінің ертеңі. Ауылдың айқай көшесін аралап бақыт кешесін, көрсең де үлкен кішісін сәлемін алып өтесін. Ауылдың пай-пай қыздарын айдай біз бәрін, шаштарын тарап өсірген, осыны бауыл тұздамын. Ауылдың ақсақалдары, мейірімге толы жандары, батасын берер ботам деп, орындалсын деп арманы. Ауылдың айқай көшесін аралап бақыт кешесін, көрсең де үлкен кішісін сәлемін алып өтесін. Ауылдың пай-пай қыздарын көрушек айдай біз бәрін, шаштарын тарап өсірген, осыны бауыл тұздамын. Най-най-най-най-най, най-най-най-най-най, сәлемін алып өтесін. Ай, ауылдың пай-пай
барын көрушек айдай біз бәрін шаштарым тарап өсірген осыны бауыл тұз дәмін айтылсын біргеніміз ауыл ғой біздің сәніміз